Ассалаумағалейкум YouTube көрермендер, қалдарыңыз қалай? Баттарыңыз қалай, құстарыңыз қалай? Бүгін сіздерге қораның өзгерістерін айтып кетейін деп едім, түсіріп кетейін деп едім. Мына жерде ана жолы бізде қар жауып, күн ауа райы суытып кеткеннен кейін осы жаққа бүкіл өзім тауықтарым қосқан болатынмын. Сол себептен көптеген адамдар комментарияға жазыпты, бірге қоспа ұйқасып кетеді, породалар шатысады деген. Сол адамдардың кеңесін тыңдап, енді оқиылуды қайттан өз орнына қойдым. Көрген боларсыздар, осының алдыңғы видеоларда айттым, мен аяқ жасаймын деп, Алла қаласа жасаймын. Так, міне оқиылуды өз орнына қойдым достар. Енді осы қораны жылытам, дұрыстап жасаймын. Бұл жалпы енді самый бастысы бөліп қойдым ғой, сол бөліп қойдым. Сосын кейін мына жерде бізде қандай өзгерістер болды. Мынаны біз осы тамыз айында бастағанбыз, сонымен бітіре алмай қалдық. Күн суытып кетті. Сол себептен бұны бітіре алмай қалдық. Мұнда китайский шелковый аборигендерімді қостым, және адлер тауықтарымен да осында қосып қойған болатынмын. Мына жақта бір кучинский әтешімді өзіме қалдырдым. Бұл енді қазір осы адлер тауықтарымен, шелковый тауықтармен кішкене өзіне өсіп басын. Себебі мына қораға қоссам, мына жақта уже бәрі үлкен, тауықтардың бәрі үлкен. Сол себептен бұны жалпы енді айтқанда шошытып шугать етіп тастайды. Так, мына жерде осыны бітіре алмай қалдық. Көріп тұрған боларсыздар, мында ағаш тұр, стойка. Бұл не стойка десеңіздер, мына жерде менде басында ана 2 шифрға дейін болатын жазда, оны білесіздер. Енді мына жаққа тағы да 2 шифр қостым. Сосын кейін осыдан 3 күн бұрын мына жақ жасаған болатынбыз. Ол әкеммен бірге. Мына жерден 1 шифр, және мына жерден 1 шифр. Көріп тұрған боларсыздар, арматураның бәрін қатайтып тастадық. Мына стойканы қойған себебіміз мына жақтан скат болу үшін, қар түскенде, жаңбыр жауғанда мына жақтан скат болып, бәрі сояққа түсу үшін. Мына жерде былай жалпы 2 метр стойкамыз. Бұл шифрларды мен қайдан алдым десеңіздер, қазір сіздерге көрсетем қайдан алғанымды. Мына бір насес дейді ғой, қонақтайтын ағаштарын далаға біреусін шығарып қойдым. Так, жаңа 2 шифрды мен мына жерден алған болатын. Көріп тұрсам, мына жер қазір ап-ашық. Мына жерде біз ағаш қаққан болатынбыз. Осы жақта кучиндар жүргенде, осы жаққа ағаш қағып 2 шифр орнатқан болатынбыз. Бұларға жаңбыр, су, жалпы суық болмасын деп. Сонымен қазір бұлар жылы қораға кірді. Жақта ешқандай өзгерістер жоқ. Қоралар әзірге бос тұр. Мына жерде осыдан бір 20 күн бұрын брама тауықтары болған болатын. Қазір бұл брама тауықтарымыз біздің өзіміздің жылы қорада, үлкен қорада. Қазір енді бұл жерді жазда қолданатын шығармын. Жазда Алла қаласа балапандар шығарып жатсам, жазда қолданып қалармын. Енді мына жерде жазда қолданып қалармын. Қораның өзгерістері осы достар. Өздеріңіз қалайсыздар? Баптарыңыз қалай? Құстарыңыз қалай болып жатыр? Қысқа қалай дайындық болып жатыр? Тауықтарыңыз жазып кетсеңіздер болады. Енді менде осы сіздерге түсіре кетейін деген мәлімет жаңалықтарым. Сау саламатта жүріскенше лайк басып, ағынан қолдап отырыңыздар, комментария жазып отырыңыздар.